Бүгін біз Жасмин екеуміз өтідәмді творожный пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар ерітілген май, тары, жұмыртқа, шекер, қаймақ, ұн, қоңыр ірімшік. Ерітілген майымыздың артынан жұмыртқа саламыз. Миксермен араластырып, үстінен қопсытқыш салып, ұн себеміз. Арасына салмасын дайындаймыз. Творогымызға жұмыртқа жарып алып, блендермен араластырамыз. Жақсылап блендермен езіп болғаннан кейін арасына қаймақ салып, оны да жақсылап блендермен езетін боламыз. Үстінен жібітілген тары, қоңыр ірімшігімізді салып араластырамыз. Қамырымызды лиске жайып, салмасын салып, 165 градуста 40 минутқа духовкаға жібереміз. Сіздерді жасап көріңіздер, сіздермен болған Аяжан. Лайк басып, тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Духовкада 165 градуста 40 минутқа жібереміз. Піскен пирогымызды 2 сағат суытамыз. Сіздермен болған Аяжан. Лайк басып, тіркеліп, қолдап кетіңіздер.